Breka. Kechirim so'rang, juda notebookimiz sal shamoli videoda o'zingga tushib qoldi. Kechirim so'rayman. Tak, endi men dostimga eshitilib turma. Breka. Yaxshi eshitilib turma. Xatolar ko'rinib turma. Breka. Men dostimga eshitilib turma. Yaxshi, onda жаңа жалғастыра берейік. Бізде Айнұр Абдуллаева деген кім екен жазып қойса. Бізде ондай оқушы жоқ сияқты еді. Айнұр Абдуллаева деген. Так, аты-жөнін өзгертіп қойса. Так, ары қарай кеттік, келесі. Енді жаңа мен айтқаным осы еді. Сонда мынау мына уже анықтайсыз басында үшеу болатын болса, олар бір-біріне қарай жалғасты. Демек оларды есеп қоса саламыз болды. Енді келесі ары қарай кетейік. Жаңа біз айттық, мынау конденсатор өзінің бойына энергия жинайды дедік. Ол энергияны магнит өрісінің энергиясы дейді. Магнит өрісінің электр өрісінің энергиясы дейді. Енді осы тақырыпқа шамалы тоқталып өтейік. Ол қалай? Біз бағанадан бері айтып жатырмыз, егер конденсатордың несі кернеуі артатын болса, ол жерде міндетті түрде заряд артады. Яғни мен мынандай график салып көрейін. Мынау Q болсын, мынау U болсын, иә? Так, егер мен кернеуді артатын болсам, онда менде U да артады екен. Бір-біріне сызықтар байланысы арқылы байланысты. Себебі Q тең U деген формула бар бізде. Енді U артатын болса, онда бізде Q да артады. Бұнда мен мынандай бір график салайын. Y тең KX деген секілді. X мынау, Y мынау. Тура орында. Так, ары келесі. Енді қараңдар, осы жерде мынау кернеу артып жатыр және Q артып жатыр. Осы мынау қандай да бір U кездегі конденсатордағы заряд Q болсын. Мына жерде Q болсын, мына жерде U болсын. Енді мынау сызықтың астындағы аудан бар ғой. Ол электр өрісінің жасайтын жұмысына тең болады. Немесе оны біз электр өрісінің энергиясы дейміз. Және электр өрісінің энергиясын алу деген атпен береміз. Мынау ауданды қалай табамыз? Ауданды табу үшін мына жерде тікбұрышты үшбұрыш болып тұрады. Тікбұрышты үшбұрышты аудан табу үшін екі катеттерін көбейтіп, екіге бөле саламыз. Екіге бөле саламыз. Сонда мынау үшбұрыштың ауданы QU бөлінген 2 болады. Осы формула бізде конденсатордың сыйымдылығының энергиясының формуласы екен. Немесе электр өрісі энергиясының формуласы. Енді біз білеміз, Q тең SU деген формуланы білеміз. Сондықтан Q-дің орнына SU қоятын болса, SU квадрат бөлінген 2 болады. Немесе U-ның орнына Q бөлінген S-ні қоятын болсында, онда Q квадрат бөлінген 2C деген формула. Мынау формулалардың барлығы электр өрісінің энергиясының формуласы екен. Электр өрісі энергиясының формуласы екен. Өлшем бірлігі жоқ. Бірақ бізде әрі жағдайда мына формуланы тиімді пайдаланудың жолы бар. Кейбір жағдайларда сәл шамалы бөлек болуы мүмкін. Тақта көрінбей жатыр дейді. Қазір қалай болып тұр? Нормально ма? Егер басқа оқушыларға тақта көрініп тұр ма? Брека. Так, енді араға жалғастыра берейік онда. Көрінбей жатыр дейді. Шамалға факция оқытышар сұлтайны болып тұр. Жазбасам.
Вот. Endi nормальный bo'ldi deyman. Aha, endi nормальный bo'ldi deyman. Ya kichkina topshiriq qilish bo'lmaydi uchun qalay o'tadi? Так. Endi nima javoblarga mana elektron energiyasi bir hafta har formulani ajratib qo'yganmiz. Har formulani. Misol SU kvadratni biz foydalanamiz. Agar bu kondensatorning жаңағы конденсатор электр несіне қосылған немесе тоқ көзіне қосылған дейтін болса, онда СУ квадратты пайдаланасыңдар. Егер де СУ квадратты тоқ көзіне қосылған жағдайда пайдаланамыз. Тоқ көзіне қосылған жағдайда. Ал Q квадрат екіншісі уже тоқ көзден ажыратылған немесе зарядталған конденсатор деген уже зарядталған. Онда біз міндетті түрде Q квадрат екінші деген формуланы пайдаланамыз. Егер де оны біз пайдаланбайтын болсақ, есептерін өте қате болып кетеді, сондықтан бізде мұқият қарау керек болады. Тоқ көзден қосылған немесе тоқ көзден ажыратылған екенін анықтауға керек болады. Енді ғана келесі нәрсе, кейбір жағдайларда мынандай сұрақ кездесуі мүмкін. Конденсатор зарядталған кезде мынандай жылу мөлшері бөлінеді. Ескерсем, мен өткен сабақтарда бері айтамын, жылу мөлшері ол Q-ді конденсатордың энергиясына теңестіріп шығаруға болады. Яғни W-ді Q-ға теңестіруге болады, немесе Q-ді W-ға теңестіріп шығаруға болады. Немесе жаңағы айтуы мүмкін, конденсатор разрядталды, мынандай зарядталды. Ол зарядталған кезде қандай жылу мөлшері бөлді деген мүмкін. Осылай кезде сәл кішкене мұқият боласыңдар. Ары қарай келесі. Енді мынау электр өрісінің сонымен қатар бізде электр өріс энергиясының көлемдік тығыздығы деген нәрсе бар бізде. Осы нәрсеге шамалы тоқталып өтейікші. Мен ол үшін мынау СУ квадрат деген формуланы пайдаланамын. Электр өрісі СУ квадрат деп бөлінген 2 болсын. Енді ағандар, С деген не бізде? С деген ол конденсатордың символы. Конденсатордың символы бізде мынау формула арқылы S бөлінген D деген формула. Және U квадратымыз бар бізде. Және астында бөлінген X бар. Енді ағандар, мынау астында D тұр ма? Мынау D-ні, мен былай жарайшы. Екіні мына жаққа жазайық. D-ні мына жаққа жазайық. Енді мынау алымында бөлімінде D-ға көбейтуге болады, ол ештеңе өзгермейді. Мынаны D деймін, мынаны D квадрат. Сонда қарап тұрсақ, мына жерде U квадрат бөлінген D квадрат деген формула. Ал U-дің D-ға қатынасы бізде нені береді? Көрмей жатыр дейді ма? Енді қалай болды? Вроде нормально маған көріп тұр. Экран нормально көріп тұр. Сендерге де нормально шығар деп ойлаймын. Енді ғана мен жаңа СУ квадрат деген екілеп, С-ның орнына S бөлінген D-ні қойдым. Және екісі ол санаты қойдым. Енді ғана D-ні екі алымында бөлімде D-ға көбейтсем ештеңе өзгермейді дейді. Енді сонда U квадрат бөлінген D квадрат шықты. U квадрат бөлінген D квадрат бізде ені беретін ескеруге болады. E квадрат деген. Электр өрісінің кеңдігін береді. Сонда қарамай, сонда бізде мынандай болады, эпсилон мынандай бойы. E квадрат бөлінген 2 және мынау С мен D көлемді береді. Дұрыс па? Сонда мына W дейміз. Көлем. Енді қараңдар, мынау энергияның көлемге қатынасы біз үшін ол жаңа физикалық санат. Бұл электр өріс энергиясының көлемдік тығыздығы деп аталады. Электр өрісі энергиясының көлемдік тығыздығы дейді.
Ko'lemlik tig'izlig'i deydi. Aha, mana ko'lemlik tig'izlig'i deydi. Sonda W'ni V'ga bo'ldik. Najdeniyni V. V qaylanishtirib, mana sement bilan bo'lib Aldan men qaldiq ko'rib kelsa bizga ko'ramiz. Sonda ko'lemlik tig'izlikning formulasi W bo'lgan V nemesi najdeniyning formulasi. S/S/Y kvadrat bo'lingan 2 degan formula chiqadi. Так. Вот. Но bizga жаңа formula. O'lcham birligi joule bo'lingan metr kub bo'ladi. Joule bo'lingan metr. Elektrosining ko'limlik tig'izlig'i. Osman bizning жаңа sababimiz аяқталды. Biroqda biz hozir bir-iki жаңағы misollarni qarashtirib ko'raylik. Bugun yuzimizga beramiz. Сол misollarni qarashtirib ko'raylik. Sizlar yaxshilab yozib olinglar. Kelesi Najden'in yüzümüzde verilen tavsiyelerde karıştırıp koyuyoruz. Надо тапсырма 16 тапсырмаға қарай şimdi. Сыйымдылықтары 40 пикофарад және 60 пикофарад болатын шарлардың потенциалдары сәйкесінше 300 вольт және 500 вольт дейді. Шарларды жалғағаннан кейін жалпы потенциал қалай болады дейді. Жалпы потенциал қалай болады дейді. 16-шы есепте қараңыз. Есеп шамалы көтерілдік. Және бізге айтып қойыпты, шарларды жалғау конденсаторды параллель жалғағандай болады дейді. С1 берілген, 16 есеп, С2 берілген, 40 және 60. 60 пикофарад. Пика деген оның минус 12 дәрежесі. Но 60 оның минус 12 дәрежесі. Шарлар жалғаннан кейін жалпы потенциалды шығарып жатыр. Егер де фи1-іміз 300 болса, және фи2-іміз 500 вольт болатын болса. Міне тағы да қайталап айтам. С1 берілді, С2 потенциал 1-2 берілді. Шарлар 1-1 жайған жалғай салды. Осы кездегі жалпы потенциалды шығарып жатыр. Енді ағанда жалпы потенциал деген, ол бізде мынандай жалпы потенциал деген жалпы зарядтың жалпы сыйымдылыққа қатынасы. Осыған қатынасы. Енді жалпы заряд деген не? Жалпы заряд ол Q1 мен Q2 қосылысы бір-біріне жалғады шарларды. Демек бұлардың зарядтары қосыласылар болды. Ал жалпы сыйымдылық деген ол параллель жағында бірдей тұр, сондықтан параллель жағаған кезде мен айтқанымыз жалпы сыйымдылық тапқан кезде бірмен екіні қосамыз. Ал енді бізде Q жоқ. Q-ді табу үшін С1 U1, С2 U2 деген формула бар. Q-дің формуласы да осылай, және астында С1 қосылған С2 деген формуласы. Енді осы жерде жауабын анықтай саласыңдар. Жауабын анықтай саласыңдар. Сонда қараңдар, С1 дегендер 40-12. Фи1 бізде 300. Қосылған С2 60-12. Қосылған U2 500. Астында екеуін қостық, болды бізде С1 мен С2-ні қостық 100-12 дәрежесі. Енді аңдар, минус 12 дәреже барлығында бар. Сондықтан оны қысқарып жүруге болады. Екіншіден, 2-0 нәжіден тұр, 2-0 жақта тұр. Сондықтан 2-0 тағы қысқарып жүруге, нәжі 2-0 жақшасында шығарамыз жүзді.
И мына жерде 100 шығарып беру. 100 қысқарып кетті. Сонда 40 көбейтілген ол 3 болады 120. Қосылған 60 көбейтілген 5 болады 300. Нәтижесінде бізде болады екен 420 вольт деген жауап шығады. Вот, жалпы нені сұрап жатыр? Конденсатор жалпы потенциал, жалпы зарядтың жалпы сыйымдылыққа қатынасы болады. Сұрақ бар ма? Мынау бойынша. Егер сұрақ болмайтын болса, тағы бір есепті қарастырып көрейік. Есептерден күрделілер бар, мынау әсіресе мынандай бір тапсырмалар бар. Қараңдар, міне 19-шы тапсырмаға қараңдаршы. Көріп тұр ғой барлықтарыңа 19-шы тапсырма. С нүктесіндегі электр өрісі кернеуіндегі бағыт қандай дейді? Енді бұл есепті қалай шығарамыз? Тапсырманы қалай орындаймыз? Біз білеміз, плюстан электр өрісінің кернеуіндегі шығатын, плюстан шығады, минусқа қарай бағыт қалады. Дұрыс па? Вот міне минусқа қарай бағыт қалады. Минусқа қарай бағыт қалады. Плюстан шықты, минусқа бағыт қалады. Сонда қараңдар, с нүктесінде қалай болады? Плюстан шығады, бүйтіп барып минусқа бағыт қалады. Сонда бізде мынау нүктеде бағыты оңға қарай болады. Сонда жауабы міне с нүктесінде оңға қарай деген жауапты белгілейсің дейді. Сұрақ бар ма мынау бойынша? Плюстан минусқа қарай бағыт қалады, оңға қарай бағыт қалады. Тағы да қайталамайда, плюстан минусқа қарай бағыт қалады, жатқа баласында өте көп кездеседі. Сұрақ жоқ болатын болса, мен келесіне көшейін. Жақсы, сұрақ жоқ болатын болса, келесіне көшейік. Енді міне 25-ші тапсырма қарасында жаңағы ұқсайды, өте қатты ұқсайды. Енді қорытқыны сұрап жатыр бұл жерде. Қорытқы электр өрісі кернеуінен сұрап жатыр. Қорытқы деген қалай ол? Қорытқы деген жалпы қорытындысы. Енді қараңдар, мынау болса, мынау кезде біз қалай анықтаймыз. Модульдер бірдей зарядтардың бірдей қашықтыққа орналасқан. А нүктесіндегі қорытқы өрісі кернеуінің бағыты қалай дейді? А нүктесіндегі мына жердегі бағытын сұрап жатыр. Енді көріп тұрғандарда, мынау Q1 зарядтан ол бізде шығады деген былай қарай кетеді. Q1 зарядтан кернеуіндегі Q2 зарядқа қарай бағытталады. Былай кетеді. Сондықтан қорытқыны анықтаған кезде мына жердегі төрт бұрышты немесе төрт бұрыштың несін жаңағы параллелограмның диагоналін етіп алады. Сонда бұл жердегі қорытқы өрісі кернеуіндегі міне былай бағытталады деген сөз. Оңға бағытталады деген сөз. Онда бізде жауап болу керек. Оңға бағытталады деген сөз. Енді егер де мынау есепіміз дәл өзгеретін болса, мынау плюс болатын болса, екеуі де плюс болатын болса, онда қалай болады? Онда мынадан да плюс шығады, мынадан Q1-ден жоғарыға бағытталады, Q2-ден де былай кетеді. Ал қорытқысы бізде мынау екеуінің арасындағы бұрыш келеді. Окей? Сондықтан мұқият болыңдар, зарядтың таңбасына міндетті түрде мән беріңдер. Міндетті түрде мән беріңдер. Так. Егер сұрақ болмайтын болса, онда басқасын тағы бір қарастырып көрейік. 22 деген қарап көріңіздерші міне. Тоже мынау теориялық сұрақтарға мен аса қатты көңіл бөліп жатырмын. Енді қараңдар, мынандай дейді 23-те. Q заряды біртекті электр өрісінде бірдей қашықтыққа нүктелерге орын ауыстырылады. Мына Q заряды мынаған үшін бәрінен орын ауыстырылып жатыр. Біртекті электр өрісінде. Міне былай қарай орын ауыстырылып жатыр. 5 жағдай бойынша бәрі бірдей қашықтыққа орналасқан. 1, 2, 3, 4, 5. Ең аз және ең көп жұмыс жасалатын жағдай дейді. Енді ескересіздер, жұмыс деген не ол? Жұмыс дегеніміз электр өрісін жасайтын жұмысы ол Q көбейтілген E көбейтілген L деген формула арқылы, немесе S деген формула. Енді мынау формула сендер білесіңдер негізінде. Ол мынау E мен L-дің көбейтілісі немесе E мен D-ның көбейтілісі ұлды келеді ғой. Мынау формула бар, оны A кейін Q көбейтілген U деген. Тура сол формула ғой негізі.
U'дың орнына біз просто L қоямыз. Енді Q белгілі, E белгілі, е белгілі мына Ж электролистің белгілігі мына оңға қарай бағытталып тұр, демек мынау плюс, мынау минус деген сөз. Енді қараңдар, L деген ара қашықтық, ол негізінде мынау не бойынша анықталады? Мынау электролистік кернеудің бағыты бойынша. Яғни, мынау электролистік кернеуге проекция салынады, ескересіздер. Енді сонда бізде мынандай қиындық туындап қалады. Мұнда қараңдар, мынау бірінші нүктеге барған кезде проекциясы нөлге тең болып қалады, және мынау бесінші нүктеге барған кезде проекциясы нөлге тең болып қалады. Сондықтан 1 мен 5-те ең аз жұмыс жасалады. Ал проекциясы ең ұзыны ол бізде 3-ші нүкте өседі. Мына қашықтықтар бірдей жүргенмен біз мынау проекциясын аламыз. Мысалы, екінші нүктенің проекциясы мына жаққа, төртінші нүктенің проекциясы мына жерге қарады. Ал ең ұзыны сонда 3-ші нүкте болды. Сонда сендерде жауап ең көп 3-ші нүктеге орналастырғанда жұмыс жасалынады дейсіңдер. Ал ең азы 1-ші нүктеге немесе 5-ші нүктеге орналастырғанда жасалынады дейсіңдер. Бұнда мен мынау жауап болды. Негізі L-дің негізі S көсемді альфа деп жауабы болады. Именно көсемді альфа деген сонда X өсінен проекциясы арқылы алынады деген сөз болады. X өсінен проекциясы. Ясы? Егер сұрақ болмаса тағы бір екенін қарастырып өтелік, бізде шамалы уақыт бар әлде. Очистить все рисунки дейді. Қайсын қарастырып көрейік мысалы үшін. 26-ны қарап көрдік. Тоже мынандай не екен? Теориялық сұрақ. Зарядталған конденсаторның энергиясы 160 миллиджоуль. 160 миллиджоуль. Тұра берсін миллимен. Егер пластиналардың арақашықтығы 2 есе артса, яғни конденсаторның энергиясы қалай өзгереді дейді. D 2 есе артты. 2D1 болды. Не көріп тұрсыңдар, 2D1 болды. Нағарында бізде W1 болады, себебі бірінші жағдайдағы энергиясы, ал бізден сұрап жатыр екінші жағдайдағы энергиясы. Енді бұл жерде энергияның формуласы көп, бізде бағана мен тақтаға жазып қойған QU бөлінген 2 деген бар, SU квадрат бөлінген 2 деген бар, немесе Q квадрат бөлінген 2C деген бар. Сондықтан қайсысын пайдаланамыз деген сұрақ болды. Сондықтан мен жаңа сендерге айтқан не бойынша міндетті түрде мән бересіздер зарядталған конденсатор деп. Сондықтан зарядталған конденсатор кезінде қандай формула еді? Q квадрат 2C деген формула болады. Сонда С көріп тұрсыңдар, конденсатордың сыйымдылығы астында тұр. Ал егер сендер мынау формуланы пайдаланып қойсыңдар, С квадрат деген екен, онда есептердің полный қате өтеді. Сондықтан міндетті түрде мұқият болыңдар. Қайсысын пайдаланамыз? Қайсысы бізге дұрыс? Жарайды ма? Енді Q квадрат 2C-ні пайдаланамыз дедік. Сонда қарасақ, енді С бізге Q заряд өзгермейді ғой. С-ға ғана тәуелді болып тұр. Енді С-ні қалай табамыз? С деген бізде формуласы бар, эпсилон S бөлінген D. Бөлінген D. Көріп отқанымыздай бізде D 2 есе артты. Демек D артты мынау. Егер D артатын болса, бізде С не болады? Кемейді. С кемейді. Ал егер С кемейтін болса, онда энергиямыз не болады? 2 есе от артады. Сонда жауабы 2 есе артады деген жауап. Және 320 миллиджоуль деген жауап. Сонда 2 жауап бар. Жақсы ағайындар. Осылай жалпы есептер кездесіп жатыр. Енді электр-өрістің кернеуіне потенциалға байланысты менде тақырыпты толық бітірдік. Сұрақ туындамайды деп ойлаймын. Міндетті түрде тапсырмалар жіберемін. Сол тапсырмаларды орындаймыз. Себебі бізге келесі дүйсенбі күні, демек ертең кешке барлық тапсырманы, дүйсенбі күні, сенбі күні ертең кешке барлық тапсырманы орындап біз бітіп қоюымыз керек. Сондықтан өздеріңіз примерно не жасайсыңдар ғой, анализ жасайсыңдар, міндетті түрде ертең кешке бітіретін болыңдар, және мен ертең кешке жауаптарын беремін. Если ұмытып бара жатсам, ертең бір еске түсіріп қоясың, окей? Сонымен ағайындар біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды.
пайдалы ақпарат алдыңдар деп ойлаймын. Тағы да қайталап айтамын, тақырып өте күрделі деп жүрек теориялық сұрақтары өте қатты қиындық туындатады.